Арма телекөрермен эфирде арнайы хабар, студияда Тоқтар Ғалым. Заң бойынша үкімет отставкаға кетуі тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп мәлімдеді. Президент сайлауы аяқталған соң парламентке барып фракциялардың жетекшілерімен кездесетінін айтты. Ол жаңадан сайланған депутаттармен үкімет басшысы оның құрамы бойынша ақылдаспақ. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл ойларын журналистерге өзі тіркелген сайлау учаскесінде дауыс беріп болған соң жеткізді. Шағын брифингте тағы қандай мәселелер көтерілді? Сюжетке зер салайық. Протоколда сақтық шараларды қатаң қадағаланды. Қасым-Жомарт Тоқаев өз таңдауын жасап дауыс бергеннен кейін журналистердің сұрақтарына жауап беруге асықты. Пандемияға байланысты президентті көбіне онлайн көріп жүрген тілшілер қауымы да бетпе-бет кездесуді сағынып қалғандай. Сайлауға дауыс беруге қандай көңіл күймен келдіңіз? Көңіл күйім көтеріңкі, халқымыз белсенді түрде дауыс беріп жатыр. Жалпы белсенділік өте жоғары, сондықтан сайлау мен айтқанымдай әділ болады, жақсы өтеді деп мен ойлаймын. Жалпы біз Қазақстанымыз болашағы үшін, еліміздің дамуы үшін дауыс беріп жатырмыз. Сондықтан парламентте былай жалпы айтқанда еліміздің болашағы туралы, еліміздің халқымыздың тағдыры туралы кең ауқымды пікірталас болу керек. Сол себепті мемлекет басшысы бұл сайлаудан кейін парламентте бірнеше партияның өкілдері болатынына сенім білдірді. Ал құрамы жаңарған мәжілісті саяси науқаннан кейін бірден маңызды міндет күтіп тұр. Қасым-Жомарт Тоқаев жуық арада фракциялардың жетекшілерімен жүздесіп, премьер-министр мен үкімет мүшелеріне кандидаттарды талқыламақ. Өйткені заң бойынша енді үкімет отставкаға кетуі тиіс. Тағы маңызды мәселе парламенттің негізгі міндеті сапалы түрде заңдарды қабылдау. Қазақстан үшін сапалы заңнама жүйесі керек. Бұл елімізде де, халқымызда да үлкен жәрдем болады. Сапалы заңдарды болмаса, кемшіліктер көп болады біздің елімізде. Сондықтан бәріміз осы мүмкіндікті пайдаланып, дауыс беруіміз керек. Сондай қаңтардың 15 күні президент парламентте сөз сөйлеп кейін ұлттық кеңестің отырысы өтетінін мәлімдеді. Онда жаңа саяси реформалар пакеті жариялануы тиіс. Демек, санаулы күннен соң елдің саяси өмірі қыза түспек. Брифингте Америкадағы ахуал да сөз болды. Журналистер Капитолийдегі бүлікке қатысты президенттің пікірін сұрап білді. Қасым-Жомарт Тоқаев ақш-тың сайланған президенті Джо Байденнің ұстанымын қолдайтын жеткізіп, оқиғаға заңсыздық пен экстремизм деген баға берді. Сондай қос елдің қатынасына сызат түспейтінен үміттенгенін жеткізді. Ал қазақ халқын демократия жолынан тайынбауға шақырды. Бүгін еліміз үшін, халқымыз үшін өте ерекше күн. Себебі сайлау деген кез келген елдің өміріндегі өте маңызды оқиға. Біз бәріміз ұлт болып, халық болып бүгін дауыс беріп жатырмыз. Бұл сайлау біздің халқымыздың одан әрі дамуына үлкен серпін береді деп мен ойлаймын. Жалпы парламентке неғұрлым көп партия кірсе, біздің еліміздің болашағы үшін соғұрлым жақсы болады деп мен үміттенемін. Президент саяси науқанның әділ өтуі үшін әр үміткерге тең мүмкіндік берілгенін атап өтті. Ал халық алдында азаматтық парызын орындап, өз таңдауын жасау міндеті тұр. Нұр Отан партиясының төрағасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев елордадағы Астана опера театрында орналасқан нөмірі 115-ші сайлау учаскесіне барып дауыс берді. Бұл қазақстандықтар үшін маңызды саяси шара, ал жаңа құрамдағы мәжіліс пен мәслихаттардың алдында күрделі әрі жауапты міндеттер тұрғанын айтты елбасы. Сонымен қатар тұңғыш президент сайлау Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келді. Бәріміз саяси шараға жарқын болашақ қазақстандықтардың өркендеуі мен тұрмыс сапасын жақсарту үшін қатысып отырмыз деді. Нұрсұлтан Назарбаев жаңа құрамдағы мәжіліс пен мәслихаттардың алдында күрделі әрі жауапты міндеттер тұрғанын атап өтті. Ол тек қана сайлау учаскесіне келіп, бюллетенді түсірудің мәселесі емес. Бұл кезде әр елдің азаматтары өзінің бірлігін көрсетіп, парасаттылығын көрсетіп, болашаққа деген үмітін көрсетеді. Бұл сайлау деген жай ғана дауыс беру ғана емес, ол еліміздің болашағы деген сөз. Қазақ елінің, отанымыздың болашағы бір, үміті бір, мүддесі бір. Біздің қанымызды, жанымызда бір, жеріміз бір. Сондықтан бүкіл дүниенің алдында тағы да бір бірлігімізді көрсету керек. Бұл сайлауда біз болашақ үшін, бірлік үшін,
еліміздің ішіндегі тыныштық үшін дауыс беретін боламыз. Сондықтан сайлау участоктарына келіп өзінің азаматтық конституциялық құқығын орындауға шақырамын. Бүгінгі сайлауға қос палатаның төрағасы мен үкімет басшысы, мемлекеттік хатшы және президент әкімшілігінің жетекшісі де қатысып дауыс берді. Олар елдегі ең маңызды кезеңде сайлау учаскесіне ерте келіп, өз таңдауларын жасады. Парламент Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев елордадағы ұлттық кітапханада орналасқан 111-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Сенат төрағасының пікірінше бұл сайлаудың жөні бөлек. Себебі бірқатар саяси реформалар алғаш рет осы науқанда жүзеге асуда. Жалпы саяси жүйемізде сайлаудың маңызы өте үлкен. Өйткені сайлау арқылы өз дауыстарын бір партияларға беру арқылы біздің азаматтарымыз мемлекеттің дамуына, үлкен бағдарламалардың жүзеге асырылуына өзінің үлесін қосатыны анық. Бұл енді демократиялық жүйенің жұмыс істеуінің бір енді осындай бір тетіктері. Сондықтан әр сайлаушы, әр азаматымыз өзінің дауысын беру керек. Әр дауыс маңызды, оған енді бейжай қарауға болмайды. Дәл осы 111-ші сайлау бөлімшесінде мәжілістің қазіргі төрағасы Нұрлан Нығматуллин де дауыс берді. Ол 6-шы шақырылым депутаттарының ел үшін бірнеше маңызды заңдар қабылдағанын атап өтті. Ал мемлекеттің тұрақты даму үшін әр сайлаудың маңызы бар екенін айтты. Байқаушылармен кездестім. Олар да айтып жатыр, ертеңгісінен барлығы ашылды, избирательный участокта кісілер көп, жақсы көңілмен келе жатыр. Сондықтан әрқашанда осы Қазақстанда өткен сайлаулар алдағы болған сайлау сияқты бәрі жақсы өтеді. 7-ші шақырылым депутаттары осы сұрақтарды бәрін жалғастырып, болашақта елімізге, халқымызға, қазақстандықтарда керек заңдарды қабылдайды деп сенім білдіремін. Кіресте Үкімет басшысы Асқар Мамин таңертең ертемен алғашқылардың бірі болып өзінің азаматтық борышын орындауға келді. Ол қаладағы Астана концерт залының ғимаратында орналасқан номері 138-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Ал мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев елордадағы номері 126-ші сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады. Айта кету керек, 79-ші мектеп-лицей базасында орналасқан бұл сайлау учаскесіне халықтың қарасы көп болды. Жексенбінің таңында президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов та көппен бірге таңдау жасады. Парламент пен жергілікті мәслихаттар сайлауына дауыс беру үшін ол Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бас ғимаратында орналасқан 110-ші сайлау учаскесіне барды. Айта кетейік, қаладағы барлық бөлімшелерде санитарлық талаптар сақталған және кіреберісте дене қызуы өлшеніп, тегін бетперде мен қолғаптар таратылып жатыр. Бүгін президенттен бастап билік өкілдерімен қатар саяси додаға қатысып жатқан 5 партияның төрағасы да өз таңдауын жасады, дауыс берді. Партиялардың сайлау бюллетендеріндегі реті бойынша толығырақ тілші топтамасында. Бұл сайлау бұрынғыдан өзгерек. Пандемия кезінде, яғни қысылтаяң шақта өтіп жатыр. Соған қарамастан әзірлік жүйелі, электорат белсенді. Алғашқылардың бірі болып сайлау учаскесіне келген Қазақстанның халық партиясының төрағасы Айқын Қоңыров сайлауға көңілі толатынын жеткізді. Народная партия Казахстана. Қазақстанның халық партиясы өзінің үгіт насихат жұмыстарын жоғары деңгейде өткізді. Біздің есебіміз бойынша 1 миллионға жуық үгіт парақшасы таратылды. Ешқандай мәселе туындаған жоқ. Біздің байқаушыларымыз да жұмыстарын соңына дейін жоғары деңгейде атқарады деп сенемін. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек те бүгін өз таңдауын жасады. Ол елордадағы нөмірі 115-ші сайлау учаскесіне барып дауыс берді. Мұнда жалпы 3592 сайлаушы тіркелген. Әр сайлау партиялар үшін үлкен тәжірибе, үлкен науқан саяси ұйымдардың жұмысына жан бітіріп, үлкен мәселелердің шешілуіне түрткі береді. Сайлау учаскесіне келіп дауыс берген ауыл партиясының төрағасы Әли Бекетаев осылай деді. Халықтың барлығы келіп сайлауға өздерінің қалаған жүректегі дауыстарын береді, қалауларын жасайды. Соның ішінде бізде, былайша айтқан кезде біздің партиямызда үмітті, көп жұмыс атқардық, сайлау алды шараларының алдында насихат жұмыстарының барлығын өзіміздің жоспардағымыздың бәрін атқарып шықтық деп ойлаймыз. Ал Ақжол партиясының төрағасы нөмірі 122-ші учаскеде өз таңдауын жасады. Азат Перуашев халықты белсенділік танытуға шақырды. Әр қазақстандықтың дауысы еліміздің болашағы үшін аса маңызды болмақ. Біз біріншіден осы сайлаудың таза өтеді, әділет өтеді деп үміттенеміз, және де тек қана үміттенбей, мәселе тек үмітте ғана емес, біз өзімізден соған үлесіміз қосуымыз керек. Бұл сайлаудың ерекшелігі көбіне жастарға жол беріліп отыр. Олар қысқа мерзімде барлық салада өздерін таныта алды. Осылай деген Адал партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали лайықтыға өз дауысын берді. Үлкен болашағы бар сайлау болып тұр. Себебі мына біздің жастар тек қана жаңағы жас болған емес, тағы да қайталап айтайын, өзінің білімдігімен
болашақта жаңағы уәде берген әңгімелерін халыққа қандай мәселесі бар екенін бәрін талқылады. Бүгін бүкіл ел болып маңызды таңдау жасайды, болашағын таңдайды. Парламент мәжілісінің сайлауына 5 партия қатысып жатыр. Олардың бюллетендердегі орналасу реті жеребе тарту нәтижесі бойынша қойылған. Тізімде бірінші болып Қазақстан халық партиясы, екінші нөмірде Нұр Отан, үшінші Ауыл, одан кейін сәйкесінше Ақ жол мен Адал партиялары орналастырылған. Жалпы сайлауда партиялардың атынан 312 үміткер мәжіліс депутаттығына ұсынылған, оның 222-сі ер адам, 90-ы әйел. Кандидаттардың ең кішісі 25 жаста, ең үлкені 70-те. Айта кетейік, мәжіліс сайлауы ел тарихында осымен 7-ші рет өтіп жатыр. Өңір тұрғындары азаматтық құқықтарын пайдаланып, таң сәріден тіркелген сайлау учаскелеріне барып дауыс беруде. Облыс әкімі Құмар Ақсақаловта Петропавлдағы облыстық балалар мен жасөспірімдердің шығармашылығы орталығында орналасқан нөмірі 595-ші сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады. Облыстық балалар мен жасөспірімдердің шығармашылығы орталығында орналасқан номер 595-ші сайлау учаскесі таңғы сағат 7-ден бастап сайлаушыларды қабылдай бастады. Жалпы учаскеге 1900 қала тұрғыны тіркелген. 1400 сайлаушымыз бар. Олардың ішінен біреуі соғыс ардагері, 25-і тыл еңбеккерлері, 15 адам алғаш рет дауыс беріп отыр. Соның ішінде біреуінің бүгінгі күні туған күні екен. Біз олардың бәріне арнаған арнайы сыйлықтарымыз бар. Жалпы біздің осы комиссия мүшелері барлығы ПЦР тесттерді өтті. Ел болашағын айқындайтын саяси науқанға өңір басшысы Құмар Ақсақалов та қатысып, өз таңдауын жасады. Қазақстандық парламентаризмнің жаңа парағы деп айтуға болады. Және де жаңа саяси мәдениетімізді қалыптастырып жатырмыз. Көп адам саяси партиялар арқылы мемлекеттік басқару жүйесіне қалыптасады. Дауыс беру үшін келгендердің қатарында облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов те бар. Өңір тұрғындары әр сайлауда үнемі жоғары белсенділік танытып келеді. Ал Айслу Амрина алғаш рет өз дауысын бергелі тұр. Это мой первый выбор, мне очень волнительно. Мен үшін бұл маңызды күн, өмірімде алғаш рет сайлауға қатысып жатырмын. Қозыбаев университетінің бірінші курс студентімін. Бірге оқитын құрбы құрдастарым да маңызды науқанға қатысамыз дейді. Дұрыс таңдау жасадым деген сенімдемін. Биыл Петропавл бойынша Айслу сияқты алғаш рет дауыс бергендердің жалпы саны 3000-нан асады. Сайлаудың әділ өтуі бақылаушылардың назарында. Әсел Оразбаева, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі. Азаматтық ұстанымы айқын, елімізге танымал адамдардың сайлау сияқты саяси маңызды оқиғаға бейжай қарамайтын анық. Солардың бірі қоғам қайраткері, жазушы, парламент мәжілісінің депутаты болған Жарасбай Сүлейменов. Жарасбай Қабдуллаұлы Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрында орналасқан нөмірі 627-ші сайлау учаскесінде таңдауын жасады. Оның айтуынша, әр адам конституциялық құқығын пайдаланып дауыс беруге міндетті. Біздің ата-аналарымыз сайлау болатын күнде таңмен таласа тұрып, жақсы киімдерін, о кезде енді киімде шамалы ғой, соны киіп алып, қолтықтасып сайлау учаскесіне баратын. Енді мына қазірде мен байқап отырмын, халықтың көңіл күйі жақсы, көтеріңкі, бәрі келіп жатыр. Бұл енді сайлаудың маңызы өте зор. Біздің қазір біз жаңа даму кезеңіне қадам бастық еліміз. Осындай уақытта халықтың топтасуы, ұйымшылдығы ол өте қажет бізге. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың Астананың сайлау комиссияларының ұсынған мәліметтеріне сәйкес сағат 18:00-дегі жағдай бойынша еліміздегі сайлаушылардың 58,2% дауыс беріп үлгерді. Солтүстік Қазақстан облысы сайлаушылардың 69,8% таңдауын жасады. Бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Әзірге айтар хабарымыз осы. Арнайы хабардың келесі шығарылымы сағат 22:00-де. Арнамыздан алыстамаңыздар.